Адам деген қызық жаратылған нәрсе ол. Туат, өсет, өлет. Осы үш ұғымның арасында күйгелек ғұмыр кешеді. Бір нәрсеге ұмтыласың, талпынасың. Өзіңнің шамаң жетпейтін білген соң, тағдырдан тілейсің, күтесің. Жоқ. Сол жоқ. Қанша күтсең сонша күт. Онымен тағдырдың да, адамның да шаруасы болмайды. Сонан соң көнесің, көндігесің, үйренесің. Мойынсұнасың. Жылдар өтіп жатады. Демек, сенің өмірің өшіп жатады. Қартаясың. Сонымен біттің. Ойлай берсең, өмір деген тұңғиық. Ойсыз ғұмыр кешсең, тереңіне бойламай, тайызында тайраңдап жүрсең, кейде сол қызық па деп қаласың. Бірақ табиғат сені қалай жаратты? Солай өмір сүресің ғой. Адамдың өзі өмірі кейде қарап тұрсаң кездейсоқ сияқты. Егерде әке мен шешең кездеспесе, басқа бір адамдармен кездесе ме, кім біледі. Сөйтіп адамның өмірінің өзі кейде қызық қой. Әсіресе менде де өте ерекше болды ғой. Енді соғыс 42-ші туылған баламын ғой енді. 43-ші жылдың ортасында 1,5 жасқа келгенде қатты ауырған екен, шешем де ауырған, 5 бала ғой. Асырау қиын, үй жоқ, баспана жоқ, сырдың ар жағынан көшіп барғанбыз ол жаққа. Көшіп барасынан 5 айдан кейін әкем соғысқа алып кеткен ғой. Далада қалдық қой, 5 баламын. 5 баланы асырау оңай дейсің ба? Әсіресе мен кішкентаймын. Сол 1,5 жасқа келгенде почти өліп қалыппын ғой. Сонымен енді анам да уже көнген болу керек осындай тағдырға. Сөйтіп кемпір, көрші кемпір бар екен, аты есімде әлі Сырғақұл деген. Соған келіп үйге кіргенде айтты, мына бала ақыры қайтыс болды, өлді деп. Ойбай-ау, солай ма шеше? Яғни дәлізге шығара салды. Сол орап дәлізге қоя салған ғой, сәл-сәл мұз қалып жатқан көрінді шелекке. Сонымен таңертең ана қорғалушылар келіп кетпен күректерін сүйретіп қазып болыпты даған, енді біреу айтты ғой енді, келіпті ғой енді, ана баланы беріңдер деп. Содан кейін бар ана Сырғақұл деген кемпір келіп бір көрейін деген болу керек. Бетімді ашып қарағым ғой, сөйтсе өлудің орнына мен ыржиып күліппін соған қарап. Өзге шошып кетті кемпір, ойбай, күміскі шеше, мынау балаңның тірі ғой деп. Неғыл дейді Құдай-ау, кән деп қараса, қолда берген ғой, мен күліп жатырмын. Сол кезде барып шешем қатты жылапты, кеңіріп. Тірі көме жаздады ғой, 1 сағатта. Кейін мына Сайрам ауданы қазіргі Ленин жол колхозы. Соған барлық сырдың ар жағынан еркектердің бәрін колхозға көшірген ғой, колхоз ұйымдастырылып жатыр деп. Мен іште кеткем ғой. Содан кейін туылғанмын. Туылғаннан кейін менің атым Нысанбай деп қойыпты, мына жердегі кішкентай тесік бар құлағымда. Содан кейін оны ар жағында Мәулен деген жаңа атамыз, әулие адамдар ғой. Ана Исабектің үйіндегі келіннің босанатын кезі болып қалды. Деп 3 атты кісіні жіберген ғой, сырдың ар жағынан 3 атты кісі келген ғой. Содан келсе менің атым Нысанбай қойыпты. Айтыпты, ұл туса ана қалың елдің арасында барып туылды. Өскен, өнген ел Дулат деген. Мен бір жол ешкім балалардың аттарын бәрін Құраннан қойған ғой осы. Бір жол мен Құраннан қоймай-ақ қояйын. Қыз туса өздері білсін, ұл туса атын Дулат деп қойсын депті ғой. Содан олар келіп айтқаннан кейін қайтадан азан шақырып, қайтадан Дулат деп атымды өзгертіп қойған ғой. Сөйтіп 2 атым бар, 2 туған күнім бар, 2 өмірім бар дейтінім сол.
Түн жарым ауғанша көз іле алмадым. Неге ұйықтамай жатырсың, деді апам. Басқа бұзаудың терісі болса қайтеді? Кім? Сен соны ойлап жатырсың ба? Ұйықта. Таң жақындап қалды. Мал үстелінің иесін таниды. Кеуіп қалған тері болса да ма? Я, кеуіп қалған тері болса да. Ол ауыр күрсінді. Кім? Әкеңді айтам. Хат жоқ. Бір жерлерде қарға құзғынға жем боп жатыр ма екен? Апа, егер көкем болса, сиырдың бұзауы да өлмеседі ғой, Әрине, қайдан болсын да тауып, бұзауын мойнына сап, көтеріп әкелер еді. Мен апамның мойнынан құшақтадым. Денем дір ете түсті. Мойны су екен. Жылап жатыр. Үнсіз жылап жатыр. Жыламашы деп айтқан жоқпын. Я, біз соғысты көрген жоқпыз. Дулат екеуміз әлеуметке қатарлас келдік. Мен бір курс жоғары оқыдым, бірақ бір-бірімізбен өте жақсы болдық. Кейін Жалын журналында бірге істеп жүрген кезде біздің бұл қарым-қатынасымыз үлкен достыққа айналды. Мен қазір ойлап отырсам, біздің арамыздағы достық осы өмірімізге мән болған, өмірімізді бақытты қылған, өміріміздің сәні болған бір кезеңдер деп ойлаймын. Былтыр мен қатты ауырдым, ол да қатты ауырды, үлкен операция жасады. Бұл адам қартайған кезде достық одан да күшейеді екен. Екеуміз сол төсекте жатып, телефонмен бір-бірімізді халімізді сұрап, бір-бірімізді жұбатып, сөйтіп отыратынбыз. Ол тіпті маған айтатын, енді екеуміз осылай телефонмен сөйлесе береміз бе? Кішкене бірге жүрейік, сен анда үйіңді сатып, осы жақтан Алматыда бір үй алсайшы деп мені шақырады. Мен бүкіл бала шағам немерем осында қалай барады деп. Өткен қазір достық күндерді еске алсам, менің бір жүрегіме жаңа бір сәуле құйылғандай, бір өміріме бір талшық болғандай, кәдімгідей көңілімді кішкене байытып, сол алдандырып отырады. Біздің орта әдебиетке 60-шы жылдың ортасында келдік. Сол келгенде біздің алдымызда ағаларымыздың назарына алғаш іліккендердің бірі осы Оралхан менен Дулат болды. Бұлар ерте мақтауға да ілікті. Сол жақсы біздің бұлайша айтқанда ана кеменің тұмсығы мұзды жарады ғой. Сол сияқты екеуі біздің ұрпақтың атын шығаруға осы екеуі бастады. Ол тарихтың алдында да, адамның алдында да көз алдымыздағы өткен ақиқат. Сонан кейін біздің бір ерекшеліктеріміз, мына Оралхан не жазып жүр, Дулат не жазып, бір-бірімізді жақсы оқитынбыз. Бұлайша айтқанда жақсылығымызда бірге, қиыншылығымызда бірге, бір нәрсеге сүйсінсек те бірге, бір нәрсеге ренжісек те бірге, келе сап ана жақтан көріп, бұрда болмаса, сен әне күні мен жайында бүйтіп қойыпсың ғой, өйтіп ашық сөйлесуші едік. Бұл бір жақсы заман еді. Бірақ кеңес өкіметінің кезі болатын. Сөздің бостандығы онша емес, ойдың бостандығы онша емес. Сондай заманда біз сөздің бостандығында, ойдың бостандығында өз ортамызда жасап алған едік. Ой, алай. Жазды, кетті де қалды. Сонау өткен ғасырдың
70 жылдарының ортасы еді. Қолымызға белгісіз Дулат Исабеков деген жазушының «Тіршілік» атты кітабы тиді. Бұл кітапты біз толық оқып шығып, ішіндегі сүйекші тіршілік деген әңгіме хикаяларға таңғалдық. Ол кезде тек коммунизм құрылысшыларын жазыңдар деген коммунистік ұранының заманы ғой. Ал мына кітапта бірде-бір сол ұранға сәйкес келетін шығарма жоқ. Тіптен кереғар. Сол коммунистік ұрандарға қарама қарсы жазылған дүниелерге кездестік. Мысалы, сүйекші дейтін әңгіме. Бір кішкентай қаланың шетінде зират бар. Сол жерде сүйекші, оның аты да белгісіз, жұмыс істейді. Оның жұмысы өлген адамдарды жерлеу. Сол заманда мынандай көзге түспейтін адам жайлы, бейшара адам жайлы, санда бар, санатта жоқ адам жайлы жазу мүмкін емес болатын. Неке жазушылық тағдыры осындай жалпақ оқырман қауымды жалт қаратқан Дулат Исабеков бірден қазақ әдебиетінің қауымы оны құшақ жая қарсы алды. Ол өзінің жазушылық тағына бірден отырды деп білемін. Мұна біз отырған ауыл қай ауыл, танисың ба? Тұңғыш жауап қатпады. Байғұс-ау, шынымен танымай тұрмысың? Бұл өзің өскен жер ғой. Неге үндемейсің? Айтсаңшы. Өмекей сүйекшіге қарағанда оның көзінен парлап тұрған жасты көрді. Қой, жылама. Қайғыны да, қуанышты да жыламай көтеру керек. Міне өз туған жеріңе келдің. Баяғыда бір білместік өтсе өткен шығар. Енді басы жұмыр пенде емес пе бәрді? Мен саған Үктайдың өзі жіберіп отыр. Енді бәрін ұмыт. Құдай қаласа өз алдыңа түтін түтетіп, өтен боласың. Жылай бермей айтсаңшы, тілің байланып қалғаннан сау ма? Өмекей оны сергітпек боп, иығынан түртіп қалғанда тұңғыш аттан гүрс етіп құлап түсті. Саған не болған? Саған не болған? Ол қарғып түсіп сүйекшінің басын көтерді. Сол кезде оның аларған, жансыз көзін көріп, жуған шүбіректей боп, боз боп, орнынан қалшылдай көтерілді. Қу Құдай, соқыр Құдай, бұл байқұсты аманат боп жүргенде неге алмады? Дивана боп итке таланып жүргенде неге көрмедің? Қарақшылардың қолынан неге өлтірмедің? Сүйекші боп мола қазып жүргенде неге алмадың? Енді бұл бейшараға бір жақсылық жасайықшы дегенде қолымыздан кеп жылдың да кетті ме? Опасыз заман-ай. Иманды болсын. Жалпы өзі дүниеге не үшін келеміз? Қандай із қалдырамыз? Кім болып өмір сүреміз деген осындай үлкен философиялық сұрақтар Дулат ағаның шығармаларында үнемі жүреді. Айталық Дермене повестіндегі 90 шал менен жаңа кішкентай Ергеш деген баланың тағдыры. 90 шалдың баласы, жаңа Ергеш деген кішкентай баланың әкесі, Сырдарияның бойына жаңа қырық ауыл атамын деп барып, өздері жолда келе жатып, машина аударылып құрбан болып кетеді ғой енді.
Сонда шал мен баланың енді амалсыздан термене шабуға шыққаны, олардың жаңағы Омаш деген кісіге кезігіп, Омаштың қара ниетін білмей, кейін білгенде кеш өкініп, ақыр соңында жарайды енді табыс табу үшін келдік қой, аз да болса өзіміздің нәпақамызды алып қайтайық деген кезде Омаштың оларды алдап, мені біреулер тонап кетті деп еңіреуі өтірік. Ең соңында Тоқсанбай қарт немересін алып бара жатып ойлайды ғой, шалдың көңілінде аса бір қатты күйініш те жоқ. Өйткені олар тапқан дүниенің біразы ұрлықпен келгенін біледі. Бұлар соның куәсі болды. Айтайын десе шама жоқ. Бәлкім осы арам дүниеден алмағанымызда дұрыс болған шығар. Біздің ақ болып, адал болып кетіп бара жатқанымызда дұрыс шығар. Әр кетсе сиыр сатармыз, баланы оқытармыз деп өзінің жаңағы көңіліне үміт ұялатып, өзінің жан дүниесін солай тазалап бара жатыр ақсақал. Бұл нені білдіреді? Жалпы мына адам зат өміріндегі мейірбандық деген, мейірім, адамгершілік, адалдық, әділдік, сол әрдайым салтанат құрып тұру керек қой адамның көңілінде. Міне Дулат ағаның шығармаларының бағалы болатыны, Дулат ағаның шығармаларының біз үшін қымбат болатыны да содан. Дулат ағаның кез келген шығармасын бір жерінде көңілің толқып, көзіңе жас келсе, екінші бір жерде еріксіз шегін атып күледі. Кейіпкерлерін тур өмірдегідей, тіпті өмірдің өзінен де көркемдеп, сондай адамның санасына, жүрегіне сол сәттегі сіздің оқырманның, оқып отырған оқырманның көңіл күйіне сәйкестендіріп, ыңғайластырып, қандай шебер береді. Бұл жазушының шын шеберлігі деп есептеймін. Өмірдің өзін, тағдырдың өзін, мына өзінің тағдырының өзін балалық шағынан бастап жазушының өмір жолы оп-оңай болды деп ешкім айта алмайды. Соның өзін күлкіге, мазаққа айналдырған сияқты. Біздің бала кезімізде Барақат деген шал болатын. Өзі сіңірі шыққан кедей. Жалаңаш денесіне жүн шекпенін киіп алып жүре беретін еді. Жекеменшік мал бағатын. Сол шал таяғына таянып тұрып былай дейтін: мына дүние әлемде 18 мың жанды тіршілік бар. Сол 18 мың жанды тіршіліктің бірі етіп жарату үшін де Алла тағаланың мейірім шапағаты түсу керек екен. Мені сол 18 мыңның бірі етіп жаратқаныңа шүкір Құдай. Ит қылам, шошқа қылам, маса шіркей, құрт құмырсқа қылам десең де қолыңда еді. Бірақ айрықша ықыласың түсіп, қолыма таяқ ұстатып, мал бақтырып, адам етіп жаратқаныңа тәубә, жаратқан ием деп тұрушы еді. Бәлкім сол шалдың сөзінде көп мән жатқан шығар. Тереңге ұмтыламыз деп, саязда жатқанды, әріге ұмтыламыз деп, беріде тұрғанды көріден қалған шығармыз. Қазақ сахна өнері бір ғасырға, яғни 100 жыл толады деп жатырмыз. Осы қазақ театрының кәсіби даму жолында Дулат Исабековтың драматургиясынсыз елестету мүмкін емес, ол ешкімге жасырын емес. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары қазақ кәсіби драматургиясына кәдімгі бір топ болып кірген, сол Оралхан Бөкеевтер, Ролан Сейсенбаевтар, солардың қатарындағы Дулат Исабековтың еңбегі ұшан теңіз. Бұл ең алдымен сол өткен ғасырдың кәдімгі бір театрға серпіліс енгізген әпке деген шығармасы арқылы басталады. Қамажайдай кейіпкер өзінің бауырлары үшін сүйген жігітіне де көнбей, осы қайтсем мына өңкей жетімектерді жеткізем, солар үшін шаңырағымды сақтап қалам деген қазақи қасиетті ұғымдардың бәрін бір бойына сіңірген сол Қамажайдай кейіпкер ол кезеңде, былайша айтқан кезде ең бір қажет кейіпкер. Сондықтан бұл Дулат Исабековтың
ең алғашқы былайша айтқан кезде драматургиядағы өзін өзі ұзақ жылдарға жариялай келген тамаша шығармасы болды деп айту керек. Сөйтіп, бұлар да келмейтін болды. Енді олар келмей ме? Оларды жұмыстарынан босатпай жатыр. Қолдар тимей жатыр. Бұрын мына жерде Омар отыратын. Мына жерде Тимур отыратын. Мына жерде. Енді олар біз сағынбайды. Неге олар сағынады? Сағынады, олар жұмыстан қолдар тимей жатыр. Қолдар тиген кезде келеді. Бара ғой. Сен ішке кіріп, жуынып кел, содан кейін тамақ ішеміз. Олар келе ме? Келеді. Олар біз сағынады ғой, иә? Сағынады, келеді олар. Біз өзі бұл кісі 27-28 пьеса жазған адам. Сол пьесалардың ішінде бір 10-нан астамын қойған шығарым деп отырмын. Сонда соның бәрінің әрқайсысындағы оның айғайы, оның жан айғайы, оның дауысы, оның волнениесі, әйелдер темасы, бас темасы. Анаға жақын тема, лирика, адамның ғашықтығына жақын тема. Мына әпкені осылар үшін 2 рет қойдым мен. Ең біріншісін осы жастар театрында баяғыда, қазір өзі кейін тағы да қойды. Осы бір ай, 2 айдың маңында. Ана күннің ана бітіргені Бөрте. Бөртенің алдында да қаншама әйелдерді жазды. Бұл өзі әйелдерді сүйіп қана қоймайды, оған өзінің жанын арнайды. Барын арнайды, шындығын айтады. Міне осындай әр пьесын талдай берсеңіз, бұның өзі пьесын өзін-өзі қуып жүретін адам. Мынау жақсы пьесалар авторын қуып жүреді. Өзі өлмейді, толтырып тұрады. Жоғын. Енді алғашқы маған қатты әсер еткен тіршілік деген повесі болды. Сұмдық, соны ұнаттым. Сондағы Молдар Әсіл, сондағы қыздары, әсіресе Қыжымкүлменен Молдар Әсілдің қартайған кезіндегі Молдар Әсіл жаңағы дәрі шөпті ішіп алып, көрпе бүктеп, ұйықтап қалады. Сосын жаңағы Қыжымкүл байқамай оятып жібереді, реті келмей тұрғанда соны атып тұрып, атаңа нәлет, менің кайфымды мұздың ғой деп, таяқпен періп қалғанда Қыжымкүл күтіп тұрады. Тағы бір ұратын таяғы бар ғой. Сөйтсе 3-ші рет жаңа таяғын періп қалғанда, бәсе деп Қыжымкүл жөніне кете барған дейді. Керемет әдемі суреттер. Кейінгі жаңа сол тіршілік повесі бойынша кино да түсірілді. Марқұм Ұлжан Қолтауба деген менің замандасым түсірді. Мен сонда үлкен басты рөлдердің бірін ойнадым. Бір жүректі ауыртатын, сондай бір әдемі фильм болып шықты. Салтанатқа барасың ба? Иә, бара ғой. Сәлем айт. Атанан сағынып жүрді. Сен оның қадірін білмедің. Өзіңе тартқан балаңмын ғой. Егер барлық билік әкенің ғана қолында болса, бүкіл бала таулы әкенің айтқанымен жүрсе, мына дүние өзгеріссіз қалмас беді. Өткен 2024 жылы біз қазақтың көрнекті жазушысы Дулат Исабековті Нобель сыйлығына ұсындық. Қазақстан жазушылар одағы. Қазақ әдебиетін әлемге танытқан саусақпен санарлық жазушылардың ішінде Дулат Исабековті айтпай кетуге болмайды. Әсіресе соңғы кезде Дулат Исабековтің драмалары бүкіл әлемге, соның ішінде Англияда, Швецияда, орыстың Санкт-Петербург қалаларында керемет спектакльдер қойылды. Сондықтан да Дулат дегенде бүкіл қазақ әдебиеті еске түседі. Дулат дегенде қазақ әдебиетінің бүкіл болмысын,
жетістігін, талантты дүниелер дегенде Дулаттың шығармасы елестету мүмкін емес. Қиял адамның өмірінен де тәтті. Менің ойымда талай тәтті қиялдар көп. Ол қиял болғандықтан тәтті. Егер сол балдай қол жетпес арманың орындала кетсе, онда оның күнделікті көріп біліп жүрген нәрселеріңнен еш артықшылығы болмай қалады. Сосын одан жиіркеніп теріс айналасың. Сондықтан армандарының бәрі бірдей орындала бермегені жақсы. Бір ойлайтыным, енді адам өмірге келгеннен кейін алдында бір мақсат қояды, бір биіктерге жетсем деп есептейсің, бала шағам аман болса екен деп есептейсің. Осы тұрғыдан келгенде қалай десең де Дулат бақытты адам. Ең бірінші бақыттылығы ол Құдай берген талантты жоғалтып алмай, соны игерді. Халыққа өте құнды, халықпен бірге жасайтын шығармалар дүниеге әкелді. Сосын мойындалды. Өзі халқын емес, оны әлемдік деңгейде мойындалды деп айта аламыз қазір. Адамның өмірінде әртүрлі жағдай болады. Мәңгі ешкім жоқ. Тау-тастың өзі де өзгеріп тұрады екен. Мен бала кезімде өскен жерімді, таудың тарбы тасты көрем. Сол кезде зәулім боп көрінген тастар, жартастар. Қазір барсам жай жартас сияқты. Бізді де кейін ұрпақ солай бағалар, таудай ағаларымыз бізден айырмашылығы жоқ. Бойы да осындай, ойы да осындай дер кім біледі. Ары айтқанда, бері айтқанда Дулаттың әдебиетке, мәдениетке, өнерге берген қызметі өлшеусіз деуге болады. Ұлтының алдында, мемлекетінің алдында, халқының алдында оның жүзде жарқын, өнерінің де өресі биік. Құдайға шүкір, Дулаттың аты қазақ аталған жерде бірге аталады деп ойлаймын. Лайым сол тәуелсіздігіміздің көк туының желбіреп тұрғаннан басқа бақыт жоқ бізде. Сол туымыз аман болсын деңіз. Ол үлкен символикалық адамға рух беретін рәміздердің бірі емес па? Міне сол көк туымыз әрқашанда аман болсын деп, кейде көк тудың желбіреп тұрғанын көріп, мен үйде отырып, Құдайға шүкір деймін. Осы маған бір үлкен бір күш жігер қайрат береді сияқты. Сол өзіміздің сол туымыз мәңгілік болсын деп тілейміз. Міне осы туымыз лайым желбіреп тұра берсін.